Біз бүгін мен Альбина дейтін курсантым. Екінші вождениесі маған шығып отқан. Алдында бір шықты. Бүгін бұйырса тапсырайын деп жатыр екен. Праваға сағат 5-те кешке қарай. Бүгін бізде нешесі? 29 ма? Жоқ, 30 ғой бүгін. Бізде 30-ы бірінші күн ғой. Бүгін кешке қарай тапсырады. Бұйырса 5-те қарай тапсырам дейді. Соған дайындық парковкаларды қарап жатырық. Бірақ парковкаларды біліп тұр, менің видео арқылы парковкалардың бәрі идеально жасап тұр, өзі жасап тұр ғой. Ағайым айтпай, ештеңе өзім жасаймын. Бірінші жасап тұрып, но бірақ видео арқылы менің TikTok-тағы, YouTube-тағы видео арқылы сол арқылы жасап отыр. Мені жаттап алған ғой жолының бәрін. Куда ушел? Қай қайтып қалдың, Альбина? Айтып отырмын ғой, басыңды алға қарай созып отырасың мені. Бер кішкене, берін кіре тақыптай. Бер артқа қарай. Нормально ма? Жаса енді. Бірінші аварийка дедім. Скорость, руль. Ойында ошибка болады, осындай. Но бірақ та қателеспеу керек. Екіншісін жасап отыр. Бана біріншісін көрсеттім негізі. Ой жасап отыр. Міне артқа қарай бергенде анандай ақ сызық бар мына жерде. Бізде анда автодромда сары сызық бар. Сол сары сызыққа сіздің артқы дөңгелегіңізді қарап отырасыздар да. Сол сары сызыққа алыста тұрсың, Альбина. Болды. Мына дөңгелегіңіз шамалы жетпей тұру керек мына сызыққа. Болды, жетпегеннен кейін тоқтайсың. Осындай арақашықтық болғаннан кейін и рөлді до конца солға қарай бұрттайсыздар. Керек емес ана углды көріп, мына углды көріп, расчет жасай алмайсыздар углмен. Қалай келтіру керек ол углды, қандай жерде айнадан қалай тұру керек. Міне болды, қараңыздаршы, міне әдемі көріп тұрмын. Көрдіңіздер ма? Давай, Альбина, тағы да бана ошибка жасадың бүркіттай. Асып кеттің. Вот міне өз айында отыр. Қасында ешкім жоқ, өз жасап отыр бәрін. Көрдіңіздер ма? Осылай міне парковка жасағанда қасында ешкім отырмайды, өз жасап отырады. Бір көрсетеміз. Өз соған өз айында үйрену керек, бірақ тапсыратын кезде осылай өзі отырады қасында. Сол себептен осындай міне дымда қиын емес, дайындалсаңыздар бірден өтесіздер, бұйырса көреміз, кешке қарай тапсырады. Автодромның ішінен жүріп көрмеген екен, тек видео арқылы жаттап алған, көреміз. Все, достар, осылай міне.